Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәні бойынша тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәні бойынша тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді шығару тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз шамалар арасындағы тәуелділікке пропорционал бөлуді табуға берілген есептерді талдау және шығару. Дескрипторы тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Ендіше оқулығымыздың 69-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Бірдей үш бөліктен құралған параллелепипедтің ұзындығын, енін, биіктігін тап. Оның көлемін есепте. Ең алдымен біз бұл параллелепипедтің бір бөлігінің көлемін табамыз. Ұзындығы 2 дециметр, ені 4 дециметр, биіктігі 1 дециметр. Біз көлем табу формуласын білеміз. 2 көбейтілген 4 көбейтілген 1. Мәні 8 дециметр кубқа тең. Демек, бір бөлшектің көлемі 8 дециметр. Үш бөліктен құралған параллелепипедтің ұзындығы 2 дециметр, ені 4 дециметр, ал биіктігі 3 дециметр болады екен. Ендіше көлемін есептейік. 2 көбейтілген 4 көбейтілген 3. 2 мен 4-тің көбейтіндісінің мәні 8-ге тең. 8 пен 3-тің көбейтіндісінің мәні 24-ге тең. Демек, 3 бөліктен құралған параллелепипедтің көлемі 24 дециметр кубқа тең. Екінші тапсырма. Есептерді шығар. Бөлменің ұзындығы 6 метр, ені 5 метр және биіктігі 3 метр. Бөлмеде қанша куб метр ауа бар? Біз көлемді табу формуласын білеміз. Демек, көлемі неше болса, соншалықты куб метр ауа бар деген сөз. Көлемді табу формуласы 6 метр көбейтілген 5 метр көбейтілген 3 метр. 6 мен 5-тің көбейтіндісінің мәні 30-ға тең. 30 мен 3-тің көбейтіндісінің мәні 90-ға тең. Демек, бөлмеде 90 метр куб ауа бар деген сөз. Екінші тапсырмасы. Бөлменің еденінің ауданы 24 метр квадрат. Егер көлемі 96 метр кубқа тең болса, осы бөлменің биіктігі қанша болады? Ауданы 24 метр квадратқа тең. Көлемі 96 метр квадратқа тең. Еске түсіреміз, біз көлемі белгілі болған жағдайда бір қабырғасын қалай табатын едік? Біз биіктігін табу үшін көлем мен екі қабырғасын бөлетінбіз. Демек, біз көлем мен ауданын бөлеміз. С тең 96 метр кубты 24 метр квадратқа бөлеміз. Сонда 4 метр шығады. Демек, бөлменің биіктігі 4 метрге тең. Ендіше, 4-ші тапсырмаға назар аударыңдар. 1 метр квадрат қабырғаны сырлауға 250 грамм бояу жұмсалды. Ұзындығы 9 метр, ені 6 метр және биіктігі 3 метр болатын гараждың қабырғасын сырлау үшін қанша бояу қажет?
шешуін шешіп көрейік. Біз ең алдымен бір бүйір қабырғасының ауданын табуымыз керек. 9 бен 3-тің көбейтіндісі 27 метр квадратқа тең. Бір бүйір қабырғасының ауданы. Екінші бүйір қабырғасының ауданын табамыз. 6 көбейтілген 3 тең 18 метр квадратқа тең. Енді барлық қабырғасының бетінің ауданын табу үшін біз екі қабырғаның ауданын қосып, оны 2-ге бөлеміз. Яғни 27 қосылған 18 мәнін 2-ге көбейтеміз. Мәні 90 метр квадратқа тең. Бұл барлық қабырғасының бетінің ауданы. Ендіше біз барлық бетінің қабырғасының ауданы табылғаннан кейін, біз 1 метр квадратқа жұмсалатын сырлауға кеткен бояуды көбейтеміз. Демек, 90 мен 250-дің көбейтіндісінің мәні 22.500 грамм. Демек, бізде 22.500 грамм бояу жұмсалды. Осы тақырыбымызға байланысты ендеше үй тапсырмасы. 13-ші тапсырма. Біз көлем табу формуласының көмегімен есептейміз. Және де АБ көбейтіндісінің мағынасы қандай еді? Еске түсіреміз. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.